Қыздар, енді көзін, қасын, ернін тігетін боламыз. Ол үшін приблизительно деп көзін қай жерден орналастырғыларыңыз келеді. Сол жеріне артқы жағында мына шов болады. Біз бағана көйлегін тоқитын кезде бір немен тоқыдық қой, бір қабырғасынан. Сол қабырғасының екі стегі ол артқы жағы болады. Енді өздеріңіз қарап, примерно осы жер дұрыс болады-ау деген жерден кіргізіп, жібітті мына жағынан осыншалықты жіп қалдырып қоясыздар, арт жағынан. Енді моншақты өткізіп көзін жасаймыз. Моншақты екі рез тіксеңіздер де болады, бір рез тіксеңіздер де болады. Жіптеріңіздің қалыңдықтарына қарайсыздар. Егер жіптеріңіз кішкентай машинный жіп болса, машинаның, онда 2-3 қабаттап жіпіңізді екі рет тіккеніңіз абзал. Егер ирей сондай қалыңдау жіппен көздерін, қастарын тігетін болсаңыздар, онда бір рет тіккенде де болады. Осылай енді қасына көзінен екі қатар ғана жоғары орналастырамыз. Инені кіргізіп аламыз. Кейін қасын екі столбикқа ғана сол жаққа қаратай жылжытамыз. Бір столбик, міне. Екі столбик. Үшінші столбик пен екінші столбиктің ортасына кіргізіп, төмен бір қатар түсіреміз. Енді қайтадан сол бірінші мына астыға түсірген столбқа келеміз. Енді келесі көздің үстіндегі моншаққа екі қатар жоғары, көзден екі қатар жоғары орналастырамыз. Примерно осылай. Содан кейін тура моншақтың астынан шығарамыз. Кейін моншақты айналдырып, көздің мына жағынан шығарамыз. Жіпті кішкене тартып, регулировка жасасаңыздар болады. Қайтып тура жаңағы қара жіпті кіргізген жерімізден шығаруымыз керек. Дәл сол тұстан шығарамыз. Қатты жіпті тартпаңыздар, өйткені утяжка болып қалады. Зверушкалардың мұрнын істегенде солай утяжкамен жасап істейді. Мұрнын, көзін сол сияқты утяжка болып қалмас үшін қатты тартпаңыздар. Осылай қасын, көзін оформление жасап алдық. Енді мұрнын тігетін боламыз. Енді жаңағы төбеден қалдырған жібімізді ортасынан дәл мұрнына, дәл екі көздің ортасына екі қатар қалдырып, көзден кейін екі қатар қалдырып, дәл ортасына мұрын тігетін боламыз. Мұрынды екі қатар ғана, екі столбик без накида, 3-4 стежок жасаймыз. Ол жіпті де қатты тартпаймыз, өйткені төбесі жиырылып қалады. Міне буквально екі қатармен ғана дәл ортасынан өздеріңіз қарайсыздар енді. Екі-үш рет дәл бір жерден тігесіздер. Міне осылай 2-3 стежок жасадық. Жіпті арт жағына шығарамыз. Бастың формасын беріп, домалатып, қатты жіптерді тартпаңыздар, утяжка болып кетпесін.
Енді ернін тігетін боламыз. Ол үшін де бірінші мына жіпті тығып алайық. Ол үшін жаңағы қасы мен көзін тіккен жіпті мына жерден түйін жасаймыз. Біреу, қатты тартпаңыздар. Екеу. Енді сәл қысқарақ кесеміз, бірақ до конца түбіне дейін емес. Дәл сол жерден кіргізіп, мына бұрыш жақтан шығарып тастаймыз. Ол тоқыманың ішінде қалып қояды. Одан кейін ол мына басының ішінде қалып қояды. Осылай тығып тастаймыз. Мынаны да дәл солай. Міне қыздар, енді ернін жасаймыз. Ернін жасау үшін ернін жасайтын тұстан кіргіземіз. Ернін әшейін стежокқа салуға болады. Әшейін былай ғана тіге салуға. Улыбка жасауға болады. Ерінді өздеріңіздің қалауларыңызша енді 3 қатар, 2 қатар, мына 3 столбик, 5 столбик тігуге болады. Үлкенірек болсын десеңіздер 5 столбик. Ерінді мен 5 столбик оңға және бір қатар астыға дәл ортасынан өткізіп жіпті шығарып аламын. Енді жіпті шығарып алған тұстан басындағы тартып алған ана жіпті ортасына қалдырып, инемен жіптің ортасына, дәл соның ортасына алып, дәл шығарған жерден инені кіргізіп, артқы жағына шығарамыз. Жіпті қатты тартпаңыздар, екі жаны тартылып кетеді. Осылай жөндеп, осылай ернін шығарамыз. Қазір шашын тіккеннен кейін әдемі қуыршақ болады. Жібін түйіндеп жасырып қоямыз. Қыздар, енді қолын тігетін боламыз. Қолын мына тұсқа тігеміз. Ыңғайластырып қоясыздар. Мойнынан 2-3 қатар төменірек түсіріп, инемен шаншып қоямыз. Келесі қолында сол қатардың сол тұсына қойып, қарап, симметрично болу үшін қараңыздар. Міндетті түрде 1-2 рет қайта қойып көріп, қалай дұрыс болады, соны көріп, содан кейін барып тігуге кірісіңіздер. Енді мына қалдырған жібімізді бірінші қолдың 2 столбигінен өткізіп, теласынан өткізіп, кейін мынаяқтағы қолдың 2 столбигінен өткіземіз. Қыздар, міне екінші қолдың 2 столбигінен өткіземіз. Жіпті тартамыз. Осылай бір-бірін тігеміз. Енді келесі осы инені шығарған қолдың 1 столбигін 2 қабырғасын аламыз. Инесінен өткізіп, келесі қолдың 2 мына жерінен шығарамыз. Инені тағы осы жақтан тартамыз. Мына жақтағы стежокқа қарап отырамыз. Тура тартылу керек. Қатты тартпаңыздар. Осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Бұның да жібін ішіне қаратай жасыратын боламыз. Қолдарыңызды қарап көріңіздер. Мынандай жерлерінде ашылып қалу мүмкін. Қайтадан барып, сол жерлерін қайтадан тігу керек болады. Ортасы тігілген болғандықтан дәл сол жерге, сол бұрыш жағына өтеміз. Инемен сол қолдың сол бұрыш жағына. Енді бұл жерді былай өзіне өзін тіге салуға болады. Былай денесімен қолын біріктіріп. Сонда кішкене надежный болады. Келесі қолға өтеміз. Бұл жақты да осылай тігіп аламыз. Қолдарын үнемі осылай тексеріп көріп, отырып тігеміз.
Қыздар енді шашына арналған жіпті алып, шашын тоқитын боламыз. Кольцоға 6 столбик без накида іліп аламыз. 6 жібімізді тартамыз. Бірінші қатар барлық петляларға 2-2-ден прибавка жасап, қатардың соңында бізде 12 столбик без накида болу керек. Ендігі қатарлар қыздар. Келесі қатар, мынау менде қара жіп болғаннан кейін дұрыс көрінбейді. Бұлай түсіндіріп айтып кетейін, бірақ тоқып болғаннан кейін көрсететін боламын. Келесі қатар, бірінші кольцоға 6 столбик без накида аламыз. Одан кейін каждый петляға 2-2-ден 12 столбик без накида шығарамыз. Келесі қатарда 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик, 1 прибавка, 6 рез прибавка жасаймыз. Қатардың соңында бізде 18 столбик без накида болу керек. Каждый қатарда 6-дан қосылып отырады. Келесі қатарда 2 столбик, 1 прибавка, одан кейін қатарда 3 столбик, 1 прибавка, солай 7 столбик, 1 прибавкаға дейін каждый қатарда ортасындағы столбиктарды бірге арттыра отырып тоқимыз. Ең соңында бізде 7 столбик, 1 прибавка болған кезде 54 столбик без накида болу керек. 54 столбик без накидаға дейін тоқимыз. Қыздар шашын тоқығанда донышкасын тоқып болып, дәл ортасында центрін қойып, басын өлшеп көреміз. Егер мына жерден бірінші убавкаға дейін дәл келіп тұрса, онда арғатай донышканы расширать етпейміз. Егер дәл убавка жасалған тұсқа тура келетін болса, айналдырған кезде, болды, арғатай прибавка жасамаймыз. Прибавка жасса, басына кигізген кезде шашын қолқылдап қалатын болады. Егер жіптеріңіз қалың болса, 7 столбик 1 прибавкаға жетпей қалу мүмкін. 7 столбик 1 прибавканы полухлопковый ярнард джинс, сондай полухлопковый, мына кукланы өзін тоққан сияқты жіппен тоқитын болсаңыздар, 7 столбик 1 прибавкаға дейін тоқисыздар донышкасын. Енді прибавка жасамай, жаңағындай тура болғаннан кейін еш өзгеріссіз прибавкасыз осы петляны айналдырып тоқи береміз. 5-6 қатар тоқимыз, содан кейін қуыршаққа кидіріп көреміз басын, шашын. Міне қыздар, мен прибавкадан кейін 5 қатар тоқыдым. Осылай 5-6 қатар тоққаннан кейін қуыршақтың басына, кукланың басына кидіріп көріңіздер. Мына біткен жерін желкесіне қойып, мойын тұсына қойып, осылай кидіріп көріңіздер. Қасына 2-3 қатар ғана жетпей тұрса, міне қасына 2-3 қатар жетпей, артқы жағына да, осылай мойнына да осылай жетпей тұрса, бұл болды. Бұл жақсы тоқылды. Енді жібін ұзындау қылып кесіп аламыз. Өйткені біз басына айналдырып осы жіппен тігіп шығамыз. Және мына жеріне кішкене чолкаға стежоктар жасаймыз. Жібін ұзындау қылып кесіп аламыз. Мына жерден закрепляющий петля қылып, келесі столбикқа соединительный петлямен жіпті тартып шығарып аламыз. Енді біз төбесінде тұратын пучогын тоқимыз. Ол үшін шашын тоққан жіппен тағы да кольцоға 6 столбик без накида аламыз. Пучоктың үлкендігін қалайсыздар, солай прибавка жасайсыздар. Біреулер пучогының үлкен болғанын қалайды. Сәл үлкендеу. Кейбіреулер кішкентай 2 пучок қалайды. Оға 6 столбик без накида тоқып алғаннан кейін екінші қатар каждый столбикқа прибавкадан тоқып 12 столбик без накида тоқимыз. Дәл бас шашының кигізетін тоққан сияқты, дәл мынаны тоққан сияқты тоқи. Келесі қатар 1 столбик 1 прибавкамен тоқимыз. 1 столбик 1 прибавка. Енді бір қатар тоқимыз прибавкамен. 2 столбик 1 прибавкамен. Содан кейін 2 қатар өзгеріссіз тоқимыз. Келесі қатар қыздар 3 столбик без накида 1 убавкамен қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. 3 столбик 1 убавкамен тоқыдық. Енді бұл болды. Ішін наполнительмен толтырамыз. Басына қойып көріңіздер. Егер ұнамай жатқан жағдайда формасы, қайтадан 1-2 қатар
тоқуыңызға болады. Маған болатын сияқты қатты дәудің керек жоқ. Осы среднийлар болады. Ішін наполнительмен толтырып, жібін ұзынырақ қып кесіп алып, осыны айналдырып тіккенге жетеді ау деген ұзындықта кесіп аламыз. 20-30 сантиметр. Келесі петляға соединительный столбикпен тоқып, жіпті сол петлядан шығарып аламыз. Енді шашын тігіп аламыз. Шашын тікпес бұрын юбочкасын тоқып алайық, содан кейін шашын тігетін боламыз. Юбочкасын тоқу үшін мен мынандай жасыл түспен тоқимын. Бізге мешать етпес үшін алып қойып қояйын бөлек. Біз бағана денесін тоқыған кезде мынандай бір қабырғасынан тоқып алған бір қабырғасы қалды. Енді біз астыңғы қатардағы петляға бір қабырғасына соединять етеміз. Бір петля дайындап аламыз. Соны мына крючокпен жаңағы петлядан өткіземіз. Енді 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Накид іліп аламыз. Енді жоғарғы жағындағы тұрған бір қабырғасынан крючокты өткізіп, рабочий жіппен осы жерге столбик с одним накидом тоқимыз. Енді қыздар, каждый осындай бір қабырғасына екі-екіден екі столбик с одним накидыммен тоқып шығамыз. Келесіне екеу. Барлық бір қабырғасының бәріне прибавкамен екі-екіден тоқып шығамыз. Міне, каждыйына екіден тоқимыз. Міне, мынаған екі столбик бір накидпен, келесіне екі столбик накидпен, осылай осы қатарды түгел айналдырып тоқып шығамыз. Міне, мынаның бәріне тоқимыз. Мынаған екі столбик, мынаған екі столбик. Бір столбикті тоқымай өтіп кетпеңіздер. Барлық столбиктерге міне осындай бір қабырғасының бәріне айналдырып тоқып шығып, мына бір петля қалғанда кездесеміз. Каждыйына екі-екіден столбик с одним накидом. Тоқылмай қалған петлялар қалып кетпесін, айналдырып түгел тоқып шығамыз. Міне қыздар, бәрін айналдырып тоқыдым. Енді жаңағы ең бастапқыда соединять еткен петляға тағы біреу столбик с накидом тоқимыз. Содан кейін барып 3 воздушный петля көтердік қой жаңа. Соның үшіншісіне соединять етеміз. Енді екінші қатар. Екінші қатар тағы 3 воздушный петля. Енді каждый екі столбик с накидымнан кейін прибавка жасаймыз. Біреу, екеу. Үшінші столбикқа бір прибавка. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Келесі қатарды осылай оңай тоқылады юбкасы. Келесі осы қатар соңына дейін келгенде үшінші воздушный петляға соединять етеміз да, тағы 3 воздушный петля көтеріп, бір қатар только каждый столбикқа бір-бірден ғана тоқып шығамыз. Осымен юбкасы 3 қатардан тұрады. Өздеріңіздің қалауларыңызша, фантазияларыңызға байланысты, фантазияларыңызға қарай әр қатарды әр түспен тоқуға болады. Қалай қалайсыздар, солай тоқуға болады. Главный принципі осылай бастап алдыңыздар. Мен екі-екіден істегенім балеринаныкі бүйтіп тұрады емес па? Сол үшін расширение көбірек болсын, дәурек болсын деп жасадым. Тоқып болғаннан кейін соңында шашын тігуге кездесеміз. Міне қыз юбкасын тоқып болдым. Осындай әдемі юбка шықты. Енді мына артық жіптерін инемен мына қатарларына кіргізіп тастаймыз. Бау аяғына мынандай бау
жасап қойдым. Ол үшін 20 сантиметрдей жіпті инеге өткізіп алып, артқы жағындағы дәл ортасына бір столбикке өткізіп аламын. Екеуін теңдей қылып теңестіріп, екі түйін жасап, осылай айналдырып, байлап, артына бантик қып тағып қоямын. Жерін бантик қып байлап қоямын. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қалай жасасаңыздар болады. Шашын тігетін боламыз. Басына шашын жабыстырып қояйық паригін. Өз жібімен тігеміз. Ұшы жоқ, көзі үлкен инеге аламыз. Міне, мына петляның ортасынан кіргізіп, келесі петлядан басындағы немен біріктіріп тігіп шығамыз осылай. Міне, мына столбиктің ортасынан кіргіземіз, келесі столбиктан шығарамыз. Астындағы бастың столбиктарын бірге қосып алып тігеміз. Кіргізіп, мына келесі столбиктан шығарып, араларын қатты алшақ қылсаңыздар, мына жерлер көтеріліп кете беретін болады. Сол үшін мейлінше жақынырақ тігіңіздер бір-біріне. Тура екі қасының ортасына, маңдай тұсына дейін тігіңіздер, мына жерден осы жерге дейін. Одан кейін бұлай чолкаға стежок жасап көрсететін боламын. Енді ортасынан мына қастың түп жағына алдына қаратай шығарамыз инені. Тартамыз. Осылай стежокпен чолка сияқты дәл ортасына центрға апарамыз. Сосын бір столбик берірек шығарамыз. Жаңағы шығарған жібімізден сәл бір столбик бері. Қайтадан дәл сол жерге. Инені шығарғанда бір столбик бері шығарамыз. Осылай жіптеріңізді, мына стежоктарды қатты тартпаңыздар, бәрі бір натяжениемен болу керек. Міне қыздар, осындай чолка тіктім, айналдырып бір центрдан осындай стежоктармен. Енді ортаға шығарғаннан кейін мына центрдағы артқа қаратай бастаған жерімізге дейін тігеміз. Бағана бірінші көрсеткен сияқты бірінші столбиктің қырынан кіргіземіз, екінші столбиктің жанынан қайтадан шығарамыз. Осылай тігіп шығамыз. Одан кейін осылай соңына дейін тігіп, жіптерін түйіндеп, жасырып, содан кейін пучогын тігетін боламыз. Енді қыздар, мына пучогын тігеміз. Тура центрға тігеміз, қараңыздар. Сосын крючокпен или бізбен қадап қойыңыздар бүйтіп. Одан кейін қараңыздар, тура тұрма, дәл тұрма, ровно тұрма, бәрін тексеріп алғаннан кейін, бірақ бағанағы айтқандай простой стежоктармен тігіп шығамыз. Расположениясын қараңыздар, сәл төмен орнатам десеңіздер төмен, сәл жоғары орнатам десеңіздер жоғары. Осылай шимен или крючокпен осылай қыстырып қойып, қарап, дәл осы жерде тұра берсін, түзу тұр деген болған жағдайда тігеміз екеуін бір-біріне. Бұны жай стежоктармен алып тіге бересіздер. Крючок, инедегі жіпті бірінші пучокқа, кейін басындағы паригіне кіргізіп, осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мына пучок түсіп қалмайтындай қылып. Міне осылай тігіп шықты. Қыздар, енді шашына мынандай украшение тоқимыз. Ол үшін жібімізді ұзындау қылып аламыз. Қолымызға кольцо ораймыз. Осы кольцоға 6 столбик без накида тоқимыз.
6. Енді жаңағы ұзындау қалдырған жібімізді тартып, кольцоны жинаймыз. Енді кольцоны жинағаннан кейін бірінші петляға прибавка. Каждый петляға 2-2-ден прибавка жасап, 12 столбик без накида тоқимыз. 1, 12. Келесі столбикқа бір соединительный столбик тоқып, жіпті тартамыз. Ұзындау кесіп, ол жіпті дәл ортасынан жағына шығарып аламыз да қатты тартамыз. Гүлдің формасын келетін осындай 3 кішкентай дөңгелек сияқты не шығады. Міне осылай болады. Енді каждый жіпті ортасынан бөліп, міне осылай 3 гүлді беттестіреміз. Түйіндейміз. 3 жіпті, 2-2-ден болған 3 жіпті ортасынан бөліп, бір-бірден алып, бір-бір қабатынан мына жерді түйіндейміз. Осындай болды. Енді бұны мына пучогының бір бұрышынан айналдырып, байлап қоямыз. Жерін бантик сияқты қойдым. Әркімнің фантазиясы әртүрлі, сіздерде мүлдем басқаша шығуы мүмкін. Сол үшін өздеріңіз неше түрлі нәрсені ойлап тауып жасауға болады. Міне қыздар, осындай әдемі балерина тоқып шықтық. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын.